өздері құқықымен военный әскерлер бірін-бірімен атысып, полковник Әділбайды өлтіріп қояды. Сөйтеді де, енді бір крайний табу керек қой, ұят қой. Алады да менің әке-шешем жоқ, ешкімім жоқ. Сол себепті міне, алды менің крайний отыр бұлар. Бұл алкоголик, бұл мынандай 40 адамның арасында жалғыз өзім барып, ол кісіні өлтіріп кетеді екен полковник. Қаңтаршы Ербол Жұманов абақтыда өзіне жасалған көптеген қысымға жауапты басшылықтың әділ жазалануын талап етіп өзіне қол салды. Ол ішін 12 сантиметр көлемде жарып жаралаған. Бұл жөнінде қорғау тарапы мәлімдеді. Бұған құқық қорғау органдарының шынайы әділ тергеу жүргізбеуі себеп болған. Қарсылық белгісі ретінде суицид жасауға тырысқан Жұманов өзіне тағылған айыпты жала дейді. Сондай-ақ түрмеде қатты қысымға азаптауға ұшырағанын айтып, жанұшыра шырылдап отыр. 16 жылға сотталған қаңтаршы Ербол Жұмановтың денсаулығына үкім шыққаннан кейін зиян келгені туралы медициналық құжат белгілі болды. Жуырда оның абақтыда түрме қызметкерлері тарапынан азапталғаны хабарланған. Жұманов пен адвокаты Жалғас Сапарханова үкім заңсыз деп есептеп апелляция сатысына шағым түсірген. 67-ші мекеме басшысы Сауранбаевқа азаптау қылмысының салдарын соқырға таяқ ұстатқандай етіп түсіндірген адвокат қорғауындағы қаңтаршының УДЗ, яғни УЗИ қорытындысын жариялады. Азаптау туралы ақпараттанған бойда Таразға 3-ші рет жол тартқан адвокат қаңтаршымен жолыққан. Сонда Ербол Жұманов денсаулығының сыр беріп жүргенін, соңғы талдау нәтижелерінің теріс шыққанын жеткізген. 14 сәуірдегі анализде сап-сау болған бүйректері 2 айға жетпей 2 маусымда УДЗ, яғни УЗИ өзгеріске ұшырап, оң жақ бүйрегінің ұлғайғанын көрсетті. Адвокат азаптаулардың кесірінен денсаулығынан айырылып жатыр деп есептейді. Ол осы уақытқа дейін қорғауындағы Ерболдың өміріне және денсаулығына қатысты қандай да бір қауіп төнетін болса, Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің Жамбыл облысы бойынша 67-ші мекеме басшылығының заң алдында жауап беретінін ескерткен еді. Егер менің қорғауымдағы азаматқа бір өміріне қауіп төнетін болса, қандай да бір қысымдар, азаптауларды көретін болсақ, біз сіздерді жауапкершілікке тартатынымызды ескертемін. Ербол Жұманов абақтыда парламент сенатының спикері Мәулен Ашымбаевқа әділдік талап етіп хат жазған. Сондай-ақ өзінің жазықсыз сотталғанын айтып, барлық бақ өкілдеріне арнап үндеу жолдады. Осы айдың 29-ы, яғни келесі бейсенбі Жұмановтың апелляциялық соты өтеді. Ол облыстық соттан жазықсыздығына байланысты өзін ақтауды сұрап келеді. Мен ояқта болмаған бүкіл видеолардың бәрі, олардың дәлелдеме кесілген, ішінен кесіліп алып тастаған, нагло болып отыр. Беспредел үшін, мына жерде бар, только құқық қызметкерлер ғана шешеді. Ешқандай әкім де шешпейді, ешқандай сот та шешпейді бұл жақта. Бұл жерде сондай адам өлтірмек тұрмақ, бұл жақта болған да жоқпын мен. Сен болдың, сен өлтірдің деп жалғыз өзім келіп 40 адамды қырып кеттім деп жатыр. Бұл жерде арлан бар еще, ішінде комитет бар, и военный әскерилер бар. Қалай мен жалғыз өзім келіп қырып кетем бәрін? Видеода бір қандай дәлел жоқ, сонда да соттап жатыр мен қазір осымен. А сотталып жатқан 380 прим. 1 статьясы. Ол 15 жылдан до пожизненного мысалы. Мен өмірімде отпаған балам мысалы. Осы митингте айыптап жатыр, еще соттап жатыр, нагло өздері отырып алып осы жерден. Мен ол кезде өзім үйде болғам ол уақытта. Оған дәлелдерім бар еді, видеоларымды бермей жатыр мен. Осындай көршілердің видеолары болған, оның бәрі жоқ деп отыр қазір. Еш жерде жүрмеген мен. Бір видеода олардың айыптап жатқан айыбында жоқ.